Сәлем, Поли. Сәлем, Хейли. Поли, сен не істеп тұрсың мұнда? Күнге қыздырынып, жағажайда демалып жатырмын. Мен де сенімен бірге онда қыздырынайық екеуміз. Жарайды. Ой, Хейли, мен өзімді жайсыз сезініп тұрған секілдімін. Басым айналып, көзім қарауытып бара жатыр. Поли, онда мен қазір дереу жедел жәрдем шақырайын. Қазір мен Эмберді шақырып келемін. Сәлем, Эмбер. Сәлем, Хейли. Не болды, Хейли? Білесің бе, Эмбер, тезірек жүр. Поли өзін өте жайсыз сезініп жатыр, басы айналып жатыр. Жарайды, онда кеттік. Сәлем, Поли. Сәлем, Эмбер. Поли, сенің басың айналып тұр ма? Я көзім қарауытып, өзімді жайсыз сезініп тұрмын. Сені қазір міндетті түрде салқындату керек. Мен қазір Ройды шақырамын. Рой желіде. Тезірек келе ғой, Поли өзін жайсыз сезініп жатыр. Жақсы. Сәлем, Поли, сәлем. Поли өзін жайсыз сезініп жатыр. Тезірек Полиді салқындатайық. Жақсы. Салқындап қалдым. Керемет. Басымның қарауытқаны барлығы кетті. Эмбер, неге Хейлидің басынан күн өтпеді? Екеуміз бірге күннің астында жаттық қой. Себебі Хейлидің басында бас киімі бар. Поли, есіңде болсын, күннің астында жүргенде бас киімді киіп жүру керек. Балалар, естеріңде болсын, күннің астында жүргенде бастарыңа бас киім киіп жүріңдер. Жарай ма? Сау болыңдар.